Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте керемет бір қыс мезгіліне көкөністерді қалай сақтайтынымды сіздерге көрсетемін. Менімен болыңыздар. Бірінші сіздерге қазір укропты көрсетеміз. Укропты әбден жақсылап жуып, содан кейін осылай кептіріп аламыз да тураймыз. Турап отдельно бір ыдысқа барлығын салып аламыз. Мен деген укроп және петрушка және кинзаны сақтайтын боламын. Барлығын жақсылап бөлек-бөлек ыдыстарға, кинзаны бөлек, укропты бөлек, петрушканы бөлек турап алып, содан кейін барлығын қазір мен сіздерге көрсетемін қалай сақтайтынды. Мен осындай Икеаның пакеттерін салатын боламын. Егер де сіздерде ондай пакет болмаса, обычный салафанға немесе контейнерларға сақтауға болады. Мен мында петрушка мен укропты сақтап турап, барлығын осындай бір пакетке салып қойдым. Мына ыдыста менде кинза турадым. Кинзаны да осылай жуып, кептіріп, осындай пакетке салып қойдым. Және мен шатаспау үшін мен кинза деп жазып белгілеп қоямын. Келесі сіздерге енді өзімнің жыл сайын сақтайтын қызанақтан, сәбізден және болгар бұрышынан ассорти етіп, осылай көкөністерден барлығын осылай ұсақтап турап, теркадан өткізіп, болгар бұрышын турап, барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Және укроп, петрушка қосуға болады. Мен аз қостым, себебі мен бөлек сақтағандықтан. Көбірек қоссаңыздар да болады. Осыны міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі кез келген тамаққа қыс мезгілінде таптырмайтын прям күшті, сіздерге қуырып, пісіріп, любой әртүрлі тамақтарға қоссаңыздар да болады. Міндетті түрде қазір көкөністердің арзан кезінде осындай начинкаларды дайындап алыңыздар. Және менде болгар бұрышы артық қалғандықтан осындай кубиктеп турап алып, барлығын жақсылап жуып, тазалап, және осындай етіп соломка етіп турап қойдым. Қыс мезгілінде мясной салаттар пісірсеңіздер де өте керемет, жақсы болады сіздерге қыс мезгілінде. Және осындай пергамент бумағаны төсеп, бірінші кептіріп аламыз. Сосын бір күн тұрғаннан кейін пакеттерге салып қоясыздар.